Қазақ тілі 3 сынып 2 бөлім 68 сабақ. Оқушылар, бүгінгі сабақта мен сендерге ересек оқушы мәтініне берілген тапсырмаларды орындауға көмектесемін. 12-ші тапсырма ересек оқушы. Тірек сөздерді белгіле. Жер жәннаты, қылқалам, акварель, суретші. Келесі сұрақ, мәтін кім туралы? Әбілхан Қастеев. Ол кімнен сабақ алды? Суретші Николай Гаврилович Худовтан. Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсыңдар? Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысы Панфилов ауданы Шежін ауылында дүниеге келген. Небәрі 3 жасында әкесінен айырылып, анасына көмектесіп жүріп, ерте есейеді. Байдың қойын бағып, жалшы болып жер жыртып, түрлі қара жұмыс істейді. Бұдан өзге ағаштан сырға, сақина, мүсін жасайды. Әбілхан темір жолдың құрылыс жұмыстарына да атсалысады. Арасында демалған уақытында тасқа сурет салады. Бір күні тастағы салған суретін бастығы көріп қалып, суретшіні Алматыға оқуға жібереді. Осылайша оқуға 25 жасында келді. Мәтін неліктен ересек оқушы деп аталады? Себебі ол оқуға 25 жасында барғандықтан мәтінге ересек оқушы деген тақырып қояды. Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз. Әбілхан Худов Дәлденбаевтен кім деген сұраққа жауап беріп, жалқы есім болып тұр. Жаркент және Жетісу бұл жер атауы болғандықтан жалқы есім болып тұр. Келесі тапсырма 13. Көптік жалғауларының тиісін қойып жаз. Көпше түрдегі зат есімдердің астын сызыңдар. Мұнда ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Мұнда көпше түрдегі зат есімдер: суретшілер, балалар, жеңімпаздар, сыйлықтар. Оқушылар, менің келесі сабағымды алдымен көргілерің келсе, менің каналыма тіркеліңдер.